Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге құрамы оп-оңай, жұп-жұмсақ, дәмді рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рулеттің құрамына крем немесе варенье, повидло қоссаңыздар да дәмі өте дәмді болады. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін. Бірінші кезекте жұмыртқаларымызды сары уыз мен ақ уызын екі бөлікке бөліп, ыдыстарымызға салатын боламыз. Ыдыстарымыз құрғақ және де таза болу керек. Ең алдымен миксердің көмегімен ақ уыздарымызды араластырып аламыз. Ақ уыз видеода көрсетілгендей осылай көпірік болып ақпайтындай болу керек. Үстіне қантымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Келесі кезекте сары уызымызға қант, сүт құйып, миксердің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше сары уызымыз көпіршік шыққанша араластырамыз. Болғаннан кейін үстіне сұйық май құйып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне разрыхитель, яғни қопсытқыш салып, осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Болғаннан кейін осылай ұнымызды електен өткізіп, сары уыздың үстіне қосамыз. Ұнымыз қосып болғаннан кейін миксердің көмегімен тағы да араластырып алатын боламыз. Алдын дайындап алған ақ уызымызды лопатканың көмегімен жаңа дайындалған массамыздың үстіне қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің YouTube каналымда фастфудтың, түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецепттері бар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліңіз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, лопатканың орнына миксерді қолданып жүрмеңіздер, себебі сіздердің рулеттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Біздің жаңағы ақ уызымыз толықтай массамызға бірігу керек. Дайын болған рулеттің массасын печканың формасына пергамент қағазын жайып, осылай рулеттерімізді тегістеп орналастырып шығамыз. 200 градуста 20 минут көлемінде пісіреміз. Пісіп-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен көреміз. Ағаш таяқша құрғақ болса, демек рулет пісті деген сөз. Рулет піскеннен кейін пергамент қағазынан сразу ажыратып аламыз. Ендігі кезекте майлықтың көмегімен осылай ыстық күйінде ораймыз. Рулетті міндетті түрде ыстық күйінде осылай майлықтың көмегімен орау керек. Себебі суыған жағдайда орасаңыздар, рулеттің қамыры сынып қалады. Рулет 20 минут көлемінде осылай тұрып суы керек. Одан кейін ортасына крем, болмаса варенье, повидло жасаңыздар да болады. Мен алмадан дайындалған повидлоны жақтым. Ортасына салмамызды жағып болғаннан кейін ұқыптылықпен абайлап орап аламыз. Бұл рулетті жасау жолы оп-оңай, шаймен ішкенге өте дәмді, жұп-жұмсақ, тіске басар. Сәндігі үшін осылай бетіне сгущенка жағып, жаңғақтарды оқтаудың оформлениесін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Крем жағып, бетіне түрлі фрукты, яғни жемістерді қосаңыздар да өз еріктеріңізде. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Достар, бір үйреніп алсаңыздар, дәл осы рецептпен әрдайым жасайтын боласыздар. Тұп-тура шығады. Шаймен ішкенге дәмді тісте басар. Тіпті тәтті құмарлар үшін бұл керемет тіске басар деп ойлаймын. Бізге ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рулетті дайындап болғаннан кейін сразу жесеңіздер де, немесе тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қойсаңыздар да, ортасына крем немесе повидло, варенье осылай рулетке сіңіп, дәмі одан сайын кіреді.